Iya, Demigül'ün sınıftı arkadaşı. Bizim akın kızımız болады. Ya, Demigül'ün өлеңдерін бүкіл республика оқиды. Қарайсыз Демигүл, балалар, рас, Демигүлдің орны ерекше. Бірақ мен үшін әрқайсылары ешкімге ұқсамайтын, ешкім байқамайтын жеке орындары бар емес пе? Біздің ағай бар! Біздің ауыл шалғайда, алыстағы елмен қатынасы жоқ. Шексіз аңыз далада орналасқан еді. Біз бәріміз алыстағы ағайынның хал жағдаймен ел жұрттан хабар ошарды. Газет журналдан білу үшін ұшақ поштасы сарғая күтіп қарсы алушы еді. Демигүлдің ана туралы өлеңі шығыпты. Құтты болсын! Қуаныштымыз! Балалар, Демигүлдің журналға өлеңі шықты. Сіздерге жол ашып берді. Енді бәрі де жазған шығармалар шығатын болады. Біздің ағай керемет жан! Ол кезде бәріміз ұйымшыл едік. Ата-ананы тыңдаушы едік. Үлкен ата-әжеден бастап ересек аға-апаларды көргенде амандасушы едік. Қолында тасы болса, енедей көтерсін, ақ батасын алушы едік. Амансыз ба, апа? Шүкір айналайын. Кімнің баласы? Нұрланның баласы ғой, апа. Әкеліп, мезгетін жеткізіп салайын. Ой, шырағым, бақытты бол, көсегің дегенсің, оқуда жат бол. Ел қам жеген азамат бол, қайда жүрсең жолың ашық. Ағай біздің сондай тамаша адам. Иә, асқарға оқушылар көп ақынын жұмсаушы еді. Үзілісте бір тыңдамайын десең. Бауыржан Демигүлді бізден көрі ерекше көретін. Сосын екеуі үйге бірге қайтушы еді. Демигүл екеуміз доспыз ғой, өйткені кішкентайымыздан бірге ойнап өстік. Көп оқушы едік, кітапханадан шықпаушы едік. Кітап мазмұны жарты айтып ағайдың миын аштатырмыз. Міне нағыз елін сүйерландар. Қазақтың ертеңгі шамшырақтары сездерсіздер қарақтар. Ағай, неше қамыр тазаны? Жұмыртағай шықты. Ретөле жайларге тұтты. Мен қасыманым жоқ. Мен Абай Құнанбаевты. Мәсрам, мұқитындарым тым көп болып кетті ғой. Ей, бірақ жарайсыңдар. Менің сынып осындай шығармашыл, талантты және өте қабілетті балалар. Ал Демигүл, сен қандай кітап оқыдың? Нет. Ағай, ол анасы қатты қадірлейді. Ой, ол ана туралы кітаптарды көп оқиды. Тіпті керемет балалар. Мына өмірді де, мәдениеттің де бастауы. Мейірбан ана құдіреті. Сондықтан баршаға үлгі өнеге. Менің тұстарым жыламай Демигүлден үйреніңдер. Бізде ол заманда смартфон, компьютер болған жоқ еді. Бірақ көңілді де көтеретінбіз. Алматтан сөйлеп тұрмыз. Есесіне мынау болды. Я, радио, пластинка мен магнитофонға билейтінбіз.
Ай, майор.